Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздермен бірге Жастар Лайф подкасты. Бүгінге бізде қонақта Ерасыл Қасықбаев, құндылықтар балашақтан жобасының авторы. Ерасыл мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді бірінші сұрағымыз, сіздің осы жобаңыз туралы қысқаша айта кетсеңіз. Жалпы біздің құндылықтар балашақтан деген жобамыз ол жеті ойыншық деген көлемді үлкен жобаның төңірегінде жасалған. Негізі балаларды ерте жастан елжандылыққа, отансүйгіштікке тәрбиелеудің ұлттық ойыншықтарды негізге ала отырып жасалған жеті ойыншық деген жоба болатын. Бұл жобаның авторы менің әкем, бұл біздің отбасылық кәсібіміз. Сол кісінің жобасының төңірегінде, соның бүйтіп қарағанда туындысы ретінде құндылықтар балашақтан деген балаларға арналған балабақшаларға, оның ішінде балаларды жан-жақты тәрбиелеу, оның ішінде жаңа айтқандағыдай отансүйгіштік, жан-жақтылық, балалардың сөйлеу дағдыларының дұрыс әрі жақсы қалыптасуына септесетін дамыту бөлмелері. Дамыту бөлмелері дегеніміз елдің барлығы білетін есіне бірінші түсетін дүние ол Монтессори бөлмелері. Бұл жерде біз Монтессориге болмаса басқа негізге ала емес, осы 30 жылда тәуелсіздікте төл туынды ретінде осы нәрсені жетілдіріп, шынайы әлемдік озық технологияларды педагогикада соларды пайдалана отырып, балаларға өте бір жағынан сүйкімді, екінші жағынан балаға сондай бір тартымды және ең басты дүние ол ұлттық нақышта жасалған біздің ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу мақсатында жасалатын дамыту бөлмелері. Негізгі жобаның бағыты да, негізі де осында. Ол өзі қазір мектепке дейінгі білім беру стандарттары бар, соларды негізге ала отырып, ішінде балаларға сөйлеу дағдыларын қалыптастыратын орталықтар, сипат сезу мүшелерін қалыптастыратын және дамытатын орталықтар, одан кейін қарапайым арифметикалық түсініктерді қалыптастыратын есептеу математикалық бөлімі. Соның ішінде тағы да қарапайым өмір дағдыларын қалыптастыру, яғни ол өздігімен тұлға ретінде тіршілік етуге қолайлы болу үшін. Сосын соның ішінде тағы да балаларға төртеуін айттым, музыкалық бөлім, яғни қазақтың ұлттық музыкалық аспаптарының кішірейтілген, бірақ таза ойнауға негізделген, тек масштабы кішірейтілген мысалы нұсқалары орталық болады. Және біздің қазір бір төл жаңадан шыққан бір дүние бар, ол жеті өнер деген дамыту бөлмесі. Ол шығармашылық дамыту бөлмесі баланың жан-жақты дамуына, оның ішінде жаңа айтып отырған шығармашылық дүниелерін баланың оның сол бір құлшыныстарын қанағаттандыру үшін балаларға сондай бір жаңа дамыту бөлмесін ойлап таптық. Жеті өнерден ішінде қазақтың ұлттық ерекшеліктері және қазақтың салт дәстүріндегі бар мысал ретінде киіз басу өнері, жалпы жүнмен жұмыс, ол жүн түтуден бастап оны бояуы бар, оны жаңағыдай шеп қылып иіруі бар, я болмаса текемет сырмақ басуы бар. Соның барлығы, мысалға киіз басу, сол өнердің барлығын бір бөлік ретінде қарастырамыз. Одан кейін балаларға ұсталық өнерді дәріптеп үйрету мақсатында тағы бір бөлім болады. Шит оқу өнері, қамшы өру өнері, яғни баланың сипат сезу мүшелерін тек қана ойын түрінде, ойыншықпен ғана дамыту емес, оның ішінде жаңағыдай шығармашылық дамытуды да ішіне кіргізе отырып жасалды. Негізі қазір айналып жатқан осы жоба, ол бір жобадан біреуі туындап арқылай кәдімгі толқыннан толқын туады, толқын туады деген сияқты ол өзінен өзі кәдімгі жалғыз кете беретін өз бір шексіз шығармашылық, шексіз бір бітпейтін дүние екен. Осы негізі айналысып жатқан дүниеміз. Енді сіз мысалы балабақша туралы айтып жатсыз, енді біздің көрермендер үшін ол міндетті түрде жаңадан салынған балабақша болу керек пе, әлде мысалы бір
бар, совет үкіметі кезінен келе жатқан балабақшалар бар, Қазақстанда осы 30 жылда салынған балабақшалар бар. Оларды да өзгертсе бола ма? Әрине, бүгін статистика бойынша Қазақстанда 11 мыңға жуық мемлекеттік балабақша бар. Енді балабақша дегенде бұл жерде біз тек мемлекетке оны жекеменшік бөлмейміз, оның қажеттіліктеріне, сұраныстарына байланысты оның жаңа ескісіне қарамай ішін толықпен трансформация болды. Яғни қазір қандай мемлекеттік мекеме ол тек қана балабақша емес, ол балабақша болсын, мектеп болсын, аурухана болсын, әкімдікке дейін кірген кезде алдыңыздан жаңағыдай ПВХ-дан ақпарат деген стенд күтіп аласыз. Тура сол стендтердің барлығын ПВХ деген материалдарын поливинил хлорид негізгі аббревиатурасы. Соның ағашқа мынау экологиялық таза материалдарға көшіп, сосын оның барлығын кішкене модернизация яғни өзгерту, жетілдіру. Сол нәрсені жаңа толықшы балабақшамен разы мысалы дамыту бөлмелер дегенде адамдар түсініп қалуы мүмкін, кішкентай бөлмелер ғана шығар, не болмаса бір бұрыштар ғана шығар деп жоқ. Балабақшаның толық кәдімгі есігінен кіріп мысалға соның терезесін жыртып өтетіндей дейді қазақша айтқанда. Соның ішкі әрлеу жұмыстарын толығымен орындап жасап береміз, ұлттық нақышта. Ол жаңа айтқандағыдай жаңасы ескісе болмаса болашақта салынатын дүние болса да, соны осы негізге ала отырып жоспарлауға мүмкіндіктер бар. Енді бүгінгі күні мысалы алатын болсақ, қанша жыл істеп жатырсыз жобаңыз? Біздің жоба 7 ойыншық жобасы ретінде 15 жылға таяды. 15 жылға таяды. Қазақстан бойынша қаншама балабақша трансформация өтті? Енді тек трансформациясын тоқтай тұрғанда біздің мынау ойын құралдарымен, дамыту бөлмелерімен жабдықталған Қазақстан бойынша балабақшалардың санын есептейтін болсақ, енді бір 100-ден астам балабақша осы дүниелермен қамтылды. Енді шама-шарқы келгенше біреу арзы өтті, жаңағындай әйтеуір осы дүниеге 100 балабақшаға жетіп, осы нәрсемен жаңағындай бәлен мың бала сол 100 балабақшада 15 жылдың ішінде тәрбиеленді деп болады. Ұсыныс ретінде қазіргі подкастта мысалы осы астында біз 2 фотоны қойсақ, бұрынғы түрде болған балабақша және сіздің трансформациядан кейін сіздер жұмыс істеген балабақша бойынша мысалы бір балабақшаны көрсетсек, нақты түсінетіндей қандай жұмыс атқарылып жатыр және қандай қаншалықты маңызды екен. Енді жалпы ұлттық нақыш деп жатырмыз. Сіздің ойынша бүгін елімізде осы сұрақ бойынша қандай мәселелер бар? Өзі уақыт өте келе қазір адамның көбі ол ата-аналар бірінші кезекте. Ата-аналар тіпті бала тәрбиесіне, оның ішінде баланы қазақ нақышта, я болмаса қазақ тілінде тәрбиелеуге өте көп қазір бір қайта жаңғыру бар. Қайта сол қажеттіліктің туындауы және соған байланысты адамдардың сұранысы кәдімгі бүйтіп қарағанда рухани аштық пайда болды. Себебі жалпы қазір білім беру мекемелерінде, оның ішінде балабақшаларда Қазақстан бойынша тек қана мемлекеттік тілде білім беру жүйесі қарастырылған. Жақында қайтадан осы дүние көтеріліп өзгеріске енгізді. Енді Алла амандығын берсе, тек қана балабақшадан балалар мемлекеттік тілде білім алып шығады. Оның ішінде орыс тілінде, ағылшын тілінде сабақ ретінде үйренеді, бірақ негізгі сабақтары, мысалы негізгі дамыту көздері оның барлығы мемлекеттік тілде жүргізеді. Сол себепті мысалға ұлттық нақыштағы жасалатын дамыту бөлмелері болсын, я болмаса трансформацияланған балабақшалардың іштерінің әрленуі, я болмаса жетілдіріліп өзгертілуі, ол заман талабы. Себебі біз енді бәсекеге қабілетті мемлекеттердің қатары дейміз, басқа дейміз, бірақ енді шынымен педагогикасы өте бір күшті дамыған мемлекеттер негізге алатын болсақ, олардың ешқайсысы өздерінің болмысын ұмытпаған. Тіпті балалар құқығын қорғау конвенциясы бар, соның ішінде бір бап бар, баланы өзінің тілінен, ділінен,
бөліп алуға болмайды деген бап қарастырылған. Біз осы жаңағы құжатты ратификациялаған мемлекеттердің қатарындамыз ғой. Сондықтан бізде мысалға осындай дүние бар. Сондықтан осыған жұмыс ретінде бұл жерде ұлттық дегенде елдің барлығын осы нәрсенің төңірегіне жинап қою емес, ол бір дамытудың өзгеше формасы. Себебі мойындауымыз керек, мына заманның осыншама даму кезеңінде біз балаға советтен қалған жүйені әкеп бере алмаймыз бүгінгі күнде. Егер олай әкеп беріп сол жүйеде қалдыратын болсақ, онда шынымен дамыған, шынымен ілгері кәдімгі өтіп келе жатқан мемлекеттермен бәсекелесу қолдан келмей қалатын болады. То есть оның ішінде жаңағы робототехникасы да болсын, оның ішінде мынау сипап сезу мүшелеріне қатысты жаңадан ойлап табылған бір дүниелер болсын, оның ішінде нейропсихология, соның барлығы мысалға эмоционалды интеллект деген нәрсе мысалға енді бүгін осы халықтың арасында түсінік қалыптасып жаңағыдай танымға айналып келе жатыр. Соның барлығы қалай болғанда да дамудағы болуы керек және заман талабы осыған сәйкестендіре отырып жаңа жасау ол біздің міндетіміз. Енді мысалы біз балалар туралы айтып жатырмыз, енді бұйыртса ол балалар өскенше бір 20 жыл өтті. Сонда біз 20 жыл бойы ұлт ретінде не істеу керекпіз? Жастар үшін, үлкендер не істеу керек? 20 жыл демекші, бір ғұламалардың айтқан сөзі бар. Ғұламалар айтады, ағаш егудің, тал егудің ең сәтті кезеңі қашан дейді? Осыдан 20 жыл бұрын дейді. Ал енді келесі сәтті кезең қашан дейді? Ол бүгін дейді. Яғни онда біз өскелең ұрпаққа шынымен салынатын инвестицияны, білімді дұрыс қарап, оның салауатты, жан-жақты және отан сүйгіш, ол психологиялық, эмоционалды, физиологиялық тұрғыдағы кәдімгі жетілген, шынымен салауатты ұрпақ ретінде қалыптасып өсуін, жетілуін қалайтын болсақ, онда оның негізгі кәдімгі қажет уақыты бүгін. Яғни бүгін осыған көңіл бөлу арқылы ол Мұхтар атамыздың ел болдым бесігін түзе дегеннен басталады ғой. Себебі бұған асығатып жаңағы 30-ға келген сізбенімізге бұл жерде белгілі бір дүниелерді өте бір күрделі түрде не болмаса бір шорт кесіп бірдеңені өзгерту қиындау өтіп түседі. Ал енді шыбықты июде жеңіл, оны бағыттауды жеңілірек те, сондықтан өскелең ұрпаққа осы дүниені көркем және ғылыми негізделген балаға шынымен ұлттық дүниелерге деген махаббатты сіңдіре отырып, ол туралы мынадай бір керемет дүние бар. Тағы да жаңа дамыған деп айтқанда, кәрістердің арасында кимчи деген ащы капуста бар ғой, қырыққабат. Соған байланысты бір керемет дүние бар. Қырыққабатты, яғни кимчиді, оған махаббат дейді, туа біте пайда болмайды дейді адамда, кәрістерге. Ол тек жүре пайда болатын, қалыптасатын рефлекс, сондай бір сезім. Оның енді жаңағыдай вакцинасын олар қай кезде, балабақша кезінде салады екен. Бір Сеулдың өзінде 30-ға тарта осындай кимчидің мұражайы бар. Балаларды кәдімгі автобусқа салып алады да, жаңа жерге экскурсияға апарады. Балалар өздері өз қолдарымен кимчи жасайды. Оның өзі жүздеген рецепті бар. Солар өздері соған қатысады. Сонда бұл жердегі қатысу мәселесі неде? Тұлғалық қалыптасу кезеңінде балаға өз ұлтымның дүниесін мен өз қолыммен жасадым деген шынайы махаббат сезімі осы кезде жасалады. Яғни причастность деген нәрсе бар, осыған тікелей қатысу, сол нәрсені қолынан шығару, осы дүние. Сонда осыны жасау арқылы жаңа кәрістер кимчиді жақсы көріп, оның шынымен кәріс екендігін балаға сондай бір әдемі формада сезіндіретін болса, бізде мысалға жаңағы жеті өнеріміз бар, жеті ойыншығымыз бар. Бұл жердегі жеті деген енді бір киелі дүние ғой, киелі сан. Жеті қазынамыз бар мысалға. Соның барлығын негізге ала отырып, балаға осындай бір көркем түрде жеткізетін болсақ, онда амандық болса, жаңа айтқандағыдай 20 жылдан кейін жайқалған жолда бір керемет бәйтерек болмағанымен
саясына көлеңкесіне кәдімгі саялайтындай жан жағына шарапатын төгетіндей бір ұрпақ қалыптасады деген ниет. Енді мына осы туралы айтып жатырмыз ғой, 20 жылдан кейін, 20 жыл 30 жылдық иә. Бүгінгі күні 2024 жыл. 2044 немесе 2024-тегі сол кездегі болашақ жас адам. Осы сіздің жобаңыз бар балабақшада тәрбие алған, болашақта дұрыс білім алған, сондай бір өсіп келген азаматты алып көрейік. Сіздің ойыңызша сол азамат қандай? Қазақстан, болашақ қазақстандық. Болашақ қазақстандық деп қараймын, яғни. Амандық болса, жалпы осыған келе жатырмыз ғой бәрібір. Ол баланы жан-жақты тәрбиелеуге. Соның ішінде осыдан 30 жылдан кейінгі бүгінгі нәресте бүлдіршін менің көзқарасымда, менің арманымда дейікші, менің бір ішкі сол кісілерді осындай көрсем екен деген бір жақсы ниетімде. Ол кісілер біріншіден шынымен мемлекетшіл, отансүйгіш, тағы да енді менің бұл жерде айтатын нәрсем көп емес қой, ол бізге дейінгі айтып кеткен біздің ғұламалар өте көп. Ол тура сол шәкәрімнің адамдық борышын халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айныма арсақта, оны біл, талаптан да өнермен білім үйрен, өнерсіз білімсіз болады, ақын тұл деді мысалы. Тура осы адамдық борышын соны дұрыс түсінген, бойына сіңірген жан-жақты салауатты ұрпақты көремін. Кешегі Мағжан атамыз айтқан, шынымен арыстандай айбатты, жолбарыстай ғайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін дегендегі сол жастарды жаңағыдай көру. Ол бүгінгі күнде енді бір кемет мейнстрим болды ғой, бұл нәрсені айту, жаңа ұрпақ осындай болады, басқа болады деген сияқты. Бірақ дегенмен шынымен осы айтылған дүниелерге толығымен сәйкес ұрпақ көруіміз келеді. Ол кем дегенде 5 тіл білетін, шынымен мына әлемде бәсекелестік деген кезіндегі атамыз тағы да біздің бабаларымыз керемет айтқан дүние бар еді. Білекті бірді, білімді мыңды шығады. Осы шынымен біліммен, оның ішінде бүгінгі күнгі қажетті дүниелерді ол біз түсінеміз. Қазір ұста тәрбиелеу сондай маңызды емес шығар, бірақ ұста болмауы мүмкін емес. Сіз екеуміз отырған мына орындық үстел болмайды ұста болмаса. Егер жаңа шынымен қолөнер шеберлері болмаса тағы болмайды. Бірақ ол біздің мақсат емес, біздің мақсат сол арқылы алдымен баланың сипап сезу мүшелерін дамыту және ары қарай олардың техникалық мамандық болсын, басқасына да мысалы олардың жолын ашып беру бүйтіп қарағанда. Себебі жапондар, енді роботтың атасы. Жапондар балаларды тәрбиелеген кезде 12 жасқа дейін өзінің ұлттық құндылықтарын, соның ішінде дінін, ділін, өздерінің философиясын балаға өте бір керемет. Оның ішінде міндетті түрде тіл деген нәрсе бар. Осы нәрсені балаға сіңіріп, сосын 12 жастан кейін олар айтады, баланы жаңағындай адам тұрмайтын жаңа не обитаемый остров апарып тастасаң да 70 жасында қайтадан алып келсең, ол 12-ге дейін үйренген дүниесінің барлығы толығын кезінде болады дейді. Тура осы дүниені мысалға негізге алып отырып жасайтын болсақ, біз осы жаңағындай техниканы пайдаланатын болсақ, бала тәрбиесінде, бізде де амандық болса жаңағындай үлкен ғұламалар, үлкен ғалымдар ертең Нобель сыйлықтары мысалға шығу керек деген ойдамыз. Себебі ғалым демекші, бізде дамыту бөлмелерінің арасында жас ғалым деген бөлмесі бар. Оның ішінде баланы қарапайым балабақшаға, я болмаса мектеп жасына дейінгі мектеп алды даярлық топтары бар ғой, я болмаса бастауыш сыныптарға арналған физика-химиялық тәжірибелерді жасайтын жас ғалым деген бөлме бар. Осының ішінде бала кәдімгі ең қарапайым түсініктерді қалыптастырып, жарық деген не, электр тоғы қалай келеді, оның ішінде балаға түсінікті нәрселерді баланың тілімен және ойын түрінде жеткізу. Енді бүйтіп қарағанда жаңа робототехника қарағанда барлығымыз робот құрайтын адам болып кетпейміз ғой. Бірақ дегенмен адамның таным түсініктерін
мынау ғалымдардың мына мидың талшықтары бар ғой. Сол талшықтары жақсы даму үшін адамға біріншіден мына қоршаған ортаның ауысып отыруы өте маңызды екен. Яғни тек бір кабинетте отырғызып қойып баланы дамыту емес, жаңағыдай оның ішіндегі Біздің кезімізде солай болды. Біздің кезімізде солай болды, бірақ оған қарамастан Құдайға шүкір әйтеуір бірдеңе дамытып қой. Балаға қаштық, үйге шақырса кірмей, есесіне осындай болып отырмыз. Бірақ қазір түсінеміз, мысалы, ол нәрсенің қажет екенін, біздің нейрон жүйесінде тіпті нейрондарымыз сондай бір жақсы байланыстар құрады қашан біз шынымен жан-жақтылық қамтылған кезде сол жан-жақтылықты кішкентайынан балаға беру керек. Ересектердің міндеті. Себебі Экзюперидің кішкентай ханзадасында айтады ғой, үлкендер өздері бала болғандарына ұмытып қалған дейді. Бірақ негізінде барлығымыз балалық шақтамыз. Всем родом из детства. Сол балалық кезегінде жаңағыдай шляпа салып, оның ішінде, ол шляпа десе ішінде үлде жұтқан жылан деген сияқты түсіндіру. Осы нәрсені осындай жаңа тұрғыда қарай алу, осы нәрсені жоғалтып алмау, ертең есейген кезде бала осы нәрсені түсіну және өз бойынан таба білуі, осы қазіргі мақсаттардың бірі. Міндетті түрде. Енді бұл жерде сыни ойлау, критическое мышление, креативті ойлау, коммуникативті болу, қоғамда сондай бір жақсы байланыса білу. Себебі өйткені біздің жасайтын дүниелеріміздің басым көпшілігі ол балаларды жеке дара дамытумен қоса, ол қоғамдық жұмыстар, яғни топтық жұмыстарға кіргізу. Яғни балада әлеуметтік жауапкершілік, оның ішінде әлеуметпен, яғни қоғаммен етене байланыса отырып, жаңа жұмыстар жүргізу, болмаса сол тура сол ойындарды, берілген тапсырмаларды орындау деген сияқты нәрселер жүреді. Үлкен рахмет, уақытыңызды бөліп, осындай тамаша әңгіме, осындай тамаша ойларыңызбен бөліскеніңіз үшін. Жобаңызға сәттілік тілейміз. Әрқашанда болашақта осындай өзіңіз айтқандай болашақта 30 жылдан кейін өз отанын сүйетін, өз ісінің маманы, Нобель премиясының лауреаттары болашақта Қазақстанда болады деген баршамыздың тілегіміз, баршамыздың дұғамыз. Сізге сәттілік тілейміз. Сіздермен бірге бүгін болған Жастар Лайф подкасты және де біздің қонағымыз Ерасыл Сәкенұлы.